Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге капустамен жасалынатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамыр илеп алу керек. Ұнымызды електен өткізіп, бір шай қасық нұрғыш, сұйық май, тұз, қантымызды қосамыз және бір ас қасық майонез қосамын. Бұл майонез қамырдың жақсы көтерілуіне және әдемі болып пісуіне әсер етеді. Және жылы су қосып, қамыр қылып илейміз. Жалпы қамыр жұмсақ болып иленуі керек. Қатты емес, орташа да емес, жұмсақ болып иленуі керек. Міне осылай болады. Енді бетін жауып 2 сағатқа қоямыз. Көтерілген күтеміз. Енді капустамен болады. Капустаны осылай турап аламыз. Және де тағы да майдалау болғаны дұрыс. Сондықтан үстінен тағы да мен осылай тураймын. Одан кейін пияз керек. Пиязды да кубиктап тураймыз. Табамызға сұйық майды құйып, жаңағы пиязымызды қуырмалап аламыз. Басылғанша, одан кейін барып капустамызды қосамыз. Капустаны қосқаннан кейін тұз, бұрыш саламыз. Одан кейін жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырғаннан кейін басылады осылай. Су шығып басылады, осылай дайын болды. Енді қамырымызды алып, ыдыстан түсіреміз, бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге барлығын бөліп алып, ұзуалап қоямыз. Одан кейін шетінен оқтаудың көмегімен жазып, ортасына начинкамызды салып, біріктіреміз. Мен барлығын бірінші жасап алам. Содан кейін барып, кішкене 10-15 минут өткеннен кейін пісіріп алсақ болады. Табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, пирожкиларымызды саламыз. Солай кішкене 10-15 минуттан кейін көтертіп алып, жасап қойған пирожкимізді содан кейін салсақ, майға өте жақсы көтерілетін болады. Екі жағын қызартып аламыз. Осымен дайын болды. Өте жақсы, әдемі пісіп шықты. Сондықтан іші толық піскен және сондықтан мен рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлық керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сау болыңыздар, ас болсын.